Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қызылшадан жасалатын рулеттің рецептін ұсынамын. Формасын өте жақсы ұстайды, дәмі де өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. Достар, менің арнамда көптеген рецепттердің, торттардың, выпечкалардың, салаттардың рецепттері бар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Өткізген қызылшамызды бір ыдысқа салып, үстінен сұйық май қосып, жұмыртқаның сарысын салатын боламыз. Бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны ағына және сарысына бөліп аламыз. Ақуызын бөлек ыдысқа салып, миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаның сарысын қызылшаның үстінен саламыз. Жарты шай қасық тұз қосып араластырамыз. Бізге жүгері крахмалы қажет. Жүгері крахмалын салып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Керек заттардың барлық мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ұнды қосамыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның ағын басқа ыдыста миксерлеп, аппақ көпіршік болғанша миксерлейтін боламыз. Аппақ көпіршік болып көтерілген ақуызды 3-4 бөлікке бөліп, қызылшаға қосып араластыратын боламыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазының үстіне бір келкі етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Пісіп шыққан омлетімізді пищевой пакеттің үстіне саламыз, суытамыз және де ішіне салмасын салатын боламыз. Творожный сырға укропты ұсақтап турап, бір келкі етіп жағып шығамыз. Және де селедка балығын қолданамыз. Мен осындай банкадағы дайынын қолдандым. Видеода көрсетілгендей бір шетіне салып, рулет етіп орайтын боламыз. Пищевой пакетпен нығыздап орап, екі шетін түйіп, холодильникке 5-6 сағатқа қойып қоямыз. 5-6 сағаттан кейін рулетіміз өзінің формасын жақсы ұстайды. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.